Сәлем менің кішкентай балапандарым. Бұл Балапашка анасындағы үйренейік рубрикасы. Бүгін мен Айман және менің кішкентай достарым Лего машинкалары сендерге тағы бір көкөністің атауын үйретеміз. Енді ойланайық. Біз осы аптада қызанақты өттік, қиярды өттік, картоп пен сәбізді білеміз. Сендер білесіңдер ме? Бізде тағы қандай көкөністер қалды? Жоқ, мен білмеймін. Қандай көкөніс болуы мүмкін? Балалар, сендер білесіңдер ме? Мен де білмеймін. Мүмкін ол қызанақ болған шығар. Қызанақ болды ғой. Білмеймін. Онда жүк көлігінен сұрау керек қой деймін. Айман, жүк көлікті шақырайықшы. Онда жүк көлігін шақырайық. Ол бізге сол көкөністі алып келеді. Жүк көлігі, сені күтудеміз. Абайлаңдар. Мен келдім. Мен пияз алып келдім сендерге. Міне балалар, жүк көлігі бізге пияз алып келіпті. Пияздың дәмі өте ашты болып келеді. Және оны шикідей жеуге өте қиын. Сондықтан оны пісірілген түрде қолданамыз. Сендердің мамаларың пиязды әр тағамға қосады. Пияз тамаққа өзінің ерекше дәмін береді. Ал сендер, менің кішкентай достарым, пияз туралы не білесіңдер? Біздің көрермендерімізге айтып бересіңдер ме? Мен тақпақ білемін пияз туралы. Болса да ашы, дәмді етер асты. Өседі ол жерге, тығып алып басты. Мен де тақпақ білемін пияз туралы. Боламын мен демеуіш барлық тағамға. Көкөністер ішінен мен пайдалы адамға. Міне балалар, сендер тағы бір көкөністі білесіңдер. Бұл пияз. Қайталаңдаршы. Пияз. Өте ақылдысыңдар. Мына пиязды мен турап тағам жасаймын. Сендер де барып ата-аналарынан сұраңдар. Пиязды қайда қолданады екен олар? Рахмет сендерге балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.